Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Бүгін біз отбасымыздың берекесін келтіретін қадірлі ата-әжелеріміз туралы сөз қозғайтын боламыз. Балалар, ата және әже деген олар кімдер? Сенің атаң және әжең бар ма? Иә, балалар, ата дегеніміз ол ел жұртына сыйлы, ақылшы, қамқоршы, мейірімді, қазақ дәстүрін жетік білетін адам. Жүзі жылы және шырайлы келеді. Бізге көптеген ақыл айтады. Түрлі аспаптарда ойнауды үйретеді. Балалар, сенің атаң бар ма? Балалар, есімізде сақтайық. Атамызды көрген кезде қос қолдап амандасуымыз керек. Және де суретке назар аударып қарайықшы. Мына суреттегі баланың қылығы дұрыс па? Есімізде сақтайық балалар. Қоғамдық көлікте аталар мен әжелерге міндетті түрде орнымыздан тұрып, орын беруіміз керек. Ал Арманға қарайықшы. Атаның таяғы жерге түсіп кетті. Ал Арман болса, оны алып беруге тырыспайды. Бұл дұрыс па балалар? Әжелеріміз де қоғамдық көлікке мінген кезде орнымыздан тұрып, орын беруге ұмтылайық балалар. Балалар, әже деген кім? Әже өте мейірімді жан. Бізді кішкентайымыздан тәрбиелеп өсіреді, ертегі оқып береді және де тәтті дәмділерді көптеп пісіріп береді. Балалар, біз әжемізге қолғанат болып, үнемі көмектесіп жүруіміз керек. Өйткені біздің әжеміз өте керемет жан. Балалар, есімізде сақтаймыз. Біздің отбасымыз біздің өміріміздің айнасы. Балалар, отбасымызды бағалай білейік. Енді мына суреттерге қарайықшы балалар. Балалардың құлақтары дұрыс па? Маған өз ойыңды айтуды ұмытпа. Сендерге айтқандай балалар, бүгін 1 қазан халықаралық қарттар күні. Бүгін біз өз атамыз бен әжеміздің мерекесі. Ендеше біз де өз сыйлығымызды дайындап, атамыз бен әжемізді құттықтауға асығайық. Балалар, біздің атамыз бен әжеміз ол біздің керемет адамдарымыз. Біз үлкенімізді сыйлап, оларға құрмет көрсетуіміз керек, сыйлық беруіміз керек. Сондықтан балақай, сен де орныңнан тұрып, ата мен әжеге құттықтау хат жаса, сурет жаса, немесе видео жолдау жасасаң да болады. Балалар, атамыз бен әжемізді үнемі құрметтеп жүрейік. Атамыз бен әжеміздің денсаулығы зор болсын, ұзақ өмір сүрсін. Атамыз бен әжемізді мерекесімен құттықтаймыз. Бүгінге осы, сау болыңдар балалар.